Dostlar, men inkubator жасадым. Міне жұмыртқалар. Көрдіңіздер мынандай, мынау тесік болған ғой, тескім фонарик қоям депші. Сосын фонарик қоймай қойдым, ана сары фонарикті қоя салдым. Содан кейін бұл жер ашық болып қалады, сосын мына плет жақымен жабылса, бірақ қараңғы бұны ашып көру керек та, айналдырған кезде. Скотчпен өйстіп орап, міне скотч қой, көрініп тұр. Сөйтіп терезе жасадым. Биттім скотчты, мына жағынан біреу тартынды, үстінен бүйтіп біреу тартынды. Енді инкубатордың жасаған ішкі жағынан, осы ішкі жағынан сөйтіп тартып. Іші, мынау су көп қойған жоқпын. Міне, өткен менде азақ жұмыртқа көп қойған жоқпын. Мынандай, мына жерде жұмыртқа, су тұр, влажностьқа. Бір жұмыртқа, үшеуде дакан жұмыртқасы. Анаған домалақ сыздым, мынаған X, мынаған А дейтін әріп қойдым. Міне свет. Көрініп тұр ма, міне свет. Осы, жоқ қойық. Мына жағын бүйтіп жаптым, полотенцемен. Үстінше қып-қызыл болып тұр, үсті фонарик. Мына ішін көрсетейін. Міне тағы бір жұмыртқа міне тұр. 1, 2, 3 жұмыртқа. Терезесі. Бүйтіп домалақ кішкентай. Мынандай терезе. Үйдің ішінде коробкадан өз қолыммен инкубатор жасадым. Кішкентай коробка. Бүйтіп көрсетейік. Кішкентай. Осыдан жасадым. Мен шығатын шығар, білмеймін. Жұмыртқа шыға ма балапан. Ана фонарик қанша уаттық екен білмеймін. Бірақ ол жұмыртқа шығара ма, ол жылу ұстай ма білмеймін, ана фонарик. Анандай лампа. Домалақ ше, мынандай домалақ болды. Бір жерге іліп қоясын. Короче, көрсетем қазір, тоқтаңыздар. Қандай екен? Примерно мынандай. Мынандай ғой, осындай домалақ лампа. Осындай, сосын мынандай жері жоқ. Просто қап-қара и бір кнопкасы тұрады, зарядтайтын. Сосын кнопка өшіріп қосады. Содан кейін ілгіші болады. Сондай ғой, короче, осындай. Сол инкубатор. Не болды. Осындай лампамен тұр. Ішкі жағын. Іші сап-сары, асты чөп салмадым. Чөптің орнына полотенце салдым. Полотенце емес, бір әппақ деу тряпка, соны қабаттадым да, 5 қабаттадым да, сосын төседім. Сосын үстінен 2 қабаттап үстін жаптым. Болды. Мына тесікті өйстіп скотчпен істеп терезе сияқты қылдырып тастадым. Сол, сау болыңыздар.